Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге айранды қалай дәмді қаймақ тәрізді етіп үйітудің жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен сүтті пісіріп аламыз. Менде осындай қолдың сүті. Егер де сіздерде сүт піскен болса, оны осылай саусақты батырған кезде қолымыз күймейтіндей етіп жылытып аламыз. Сосын бір қасық айран құйып, бетін жауып, жылы жерге орап шамамен 5-6 сағатқа қалдырамыз. Осы біздің қосқан ұйытқымыз тәтті дәмді болса, біздің айранымызда тура солай дәмді болып үйиді. Егер де біздің ұйытқымыз қышқыл болса, айран да тура солай қышқыл болып шығады. Сол үшін тәтті дәмді айранмен ұйытқан дұрыс. Ұйыған айранды тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Тоңазытқышта тұрған айран онан сайын қоюлана түседі. Айран өте керемет дәмді болып шығады. Тура осындай тәсілмен ұйытуға сіздерге кеңес беремін.